кештім, кетіп қалғанын мен таң қалдым деді. Ғажайып шөп пе? Атының өзі айтып тұр. Енді қараңыз, ары қарай асқазан басталады. Асқазан пищевод, сужение пищевода болады. Кейбіреулер қою тамақ жегенде түйіліп қалады. Бұл неден? Спазм. Неден? Түсінбейді. Менікі ФГС-қа барып қарадым, түкті таппайды дейді. Бәрі дұрыс, возрастной деп жібереді. Дәрігерлердің бір айтатыны возрастной. Енді тыңдаңыз, ары қарай. Ол да кетеді. Пищеводтан ары асқазанға түскен кезде асқазанның ішіндегі түгі кетіп қалған қалыпқа келеді деп жазғаннан кейін бұл ғажап емес пе? Өте ғажап. Енді қараңыз, гастрит, язва желудка, 12 елі ішектің язва желудканың 12-й перстный кишка деген ары бүрісіп, ары қысқарып кететін, асқазаннан әрі кететін жер. Өте қиын жердегі 12 елі ішектің язвасы жазылу деген, это за какой-то срок, это чудо, чудо. Отзывқа тыңдасаңыз чудо действительно. Работает на клеточном уровне дегенде 40 жыл терапевт, врач болып істеген Майя Тілеубековнаның өзі айтты. 25 жыл мен шөптермен істеп келемін, жасы 72-де, өткен жолы мен келіп, көзіммен тыңдадым, құлағыммен естідім. Сол кезде айтты, бұл жерде жазылмайтын ауру жоқ деді. Ғажайыптың шөптің өзін дәл шаламыз. Өт жолдары, дискинезия желчных путей қазір жас балаларға дейін бар. Запор болып жүретін адамдар қаншама. Өттің жолдарын тазалайды, өтті, қою өтті, сұйылтады. Өттің ішіндегі тасты шлифовать етеді деген сөз жайлап, ерітіп, майдалап шығарады. Қалай болды, қалай пайда болды, солай жайлап кетеді. Одан ары поджелудочная железа, панкреатит, қазір ғана айтып кетті. Ұйқы безі барлығы қалпына келеді. Өйткені онда воспалительный процесс. Басында бәрі воспаляется. Бауыр менен көк бауыр бірігіп, бір-бірін қосымша. Бауырға нагрузка түсті ме, кейін поджелудочка обязательно адамдардың ауыра бастайды. 80% тамақтан дейді, расыменен. Енді қараңыз, қос орган ауыра бастағаны кейін адам түнде дұрыс ұйықтай алмайды. Давлением жоқ, мен бірақ ұйықтай алмаймын дейді. Бауырың ауыра ма, аллергияң бар ма? Жоқ, ондай жоқ. Енді неден? Ұйқы безінен. Көрдіңіз бе? Ал енді бұнда явно сыртында жазылып тұр, мынаның сыртында қандай ауруға керек екені кім кішкентай немен панкреатит деп жазылған.